Бәріне жалынды сәлем достар, сендермен Беко Геймер арнасы. Бүгін біз қалай интро жасау керек екенін үйрететін болам. Міне ол үшін бізге мынандай интро макер деген программа керек. Осы арқылы біз интро жасай аламыз. Ал кірдік. Осындай интролар шықты достар, міне. Осындай птичкамен бір розовый түсті не тұрса, ол ашық деген сөз, а мынандай нелер тұрса, ол жабық. Мен мынандайлар жазып алдым. Мынандар. Бұл өте күшті интролар. Например, қайсысын алайық? Осыны алайық, достар. Қазір мен. Достар, мынаны басасыздар. Досым шықпай жатса, онша шықпай жатса, кешіріңіздер достар. Мынаны басамыз. Міне, видеоны смело лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Міне, әдемі интро мынау. Біз бірінші мынаны басатын боламыз. Көріп тұрсыздар ма? Міне, мынау. Мынаны басамыз, достар. Бастық. Любой ат жазамыз. Мысалға мен өзімнің каналым аты. Беко Геймер. Осындай. Вот. Сосын мынау. Міне жұлдызша тұрған, міне. Жұлдызша тұрған. Соны басатын боламыз. Қазір достар. Міне жұлдызша тұр мына жерде. Соны басатын боламыз. Бастық. Ал мынау деген басталады осылай. Мынау ұнайды. Көбінен. Сосын мынау аяқталатын жері. Міне аяқталатын жері бұл. Бастық, міне. Бұдан да біреуін таңдаймыз. Осындай ұнайды маған, достар. Сосын міне. Донема бір нәрсе деп жазып тұр. Соны басамыз. Бастық. Міне. Бас көрейік, например. Міне басалу кетіп қалды енді. Осылай. Енді мынаны өзгертеміз. Мысалға видеоға лайк. Видеоға лайк. Міне әдеттегідей. Мына жұлдызды басамыз. Жұлдызды маған ойбу, енділік қойдық. Міне енді мынаны басамыз ғой. Достар, кешіріңіздер, мен біраз сүлдіріп қойдым. Что-то непонятно болып кетті. Осылай. Видеоға лайк, мұны бастық. Осылай. Кешіріңіздер достар. Мына достар, әдемі интро шықты. Осындай интро, сосын енді біз өлең таңдауына келсе, мына music дегенді басамыз, міне. Music дегенді басамыз. Бастық. Досым шықпай жатса, кешіріңіздер. Мына жерден бір өлеңдер таңдаймыз. Міне my music дегенде мынандай шығады өзінің өлерін. Менде мысалға панда. Мынандай істейміз осылай. Және міне дайын болды. Міне әдемі интро шықты. Енді оны өз видео интроға көшіргіңіз келсе, мына птичканы басасыздар достар. Міне птичка тұр, міне. Міне птичканы басатын боламыз, міне. Птичка. Бастық. Бұл бесплатно жазылады осылай. Wi-Fi-сіз менде. Достар, міне толып жатыр. Бесплатно толады. Короче, жазылады неңізге, галереяңызге. Достар, мына
мына интро маған келмейді. Сондықтан солай ұзақ болып тұр менде. Сондай ұзақ болып тұр, достар. Басқа интролар келеді маған. Негізі маған ол интро келмейді. Өйткені оның памет көп алады менде. Памет емес, енді ол маған істелінбейді. Мына интро маке винс видео деген. Маған осындайлар, мына Майнкрафттың нелері бар. Мындайлар бар. Осындай нелер бар менде, тек қана осы ашылады менде, достар. Міне. Бұл жүктелінеді маған, осындай жүктелінеді. Тез толады, көрдіңіздер ма, достар? Міне уже менде болды. Достар, видеоны смело лайктар басыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне бізде мынандай келді. Осындайлар келді, міне. Өлеңсіз мынау көрдіңіздер ма? Мен өлең қосқан жоқпын осы жаны. Өлең қосқан жоқпын, достар. Мен стопқа отыратын боламын, достар. Мінекей біз оралдық. Мынау менің интроларым. Басқа интро, біреуге сыйлық, короче. Мынау менің интром. Осылай интро жасай аламыз. Мынау да менің интром, мынау басқа біреуге. Ал мынау осылай удаление етеміз. Достар, мынау осындай, достар. Осындай, мынау керек екенін түсіндік. Келесі видеода жаңағы интромды түсіретін боламын мен. Сол интро маған қатты ұнады. Мен мынау подкаст көріп жатыр, ағылшынша, бірақ мен бұны өзім үйреніп алдым. Мына жерде My Orcs дегенде бәрі жазылып қалады бұл жерде. Сіздер қайсысын істедіңіздер? Сондайлар жазылып қалады екен, достар. Бұны мен өзім үйрендім. Міне мынау Майнкрафттікі, міне. Беко геймер. Видеоға лайк. Достар, осындай. Ал сендермен болған Беко геймер арнасы. Қош сау болыңыздар.